Ақ болсы қадымың әр басқан, қолыңғы қонар құт бәрекет. Адамлар нұрғындыр адашқан, адашмаған пәкәтла әқиқат. Бізде студия басшылығы деке, программада пәкәтла әқиқатны етіш шәрт. Біз программымызды башлаймыз. Сіләблі мен Мұрат Айсаров. Ассаламу алейкум, әзіз тамашыбылла. Пәрваз ұйғыр ижрачылар бірләшмесінің Артур Продакшн продюсерлік мәркізінің қоллап қоятылышы білән Әқиқат телепрограммысыға қош кәпсілі. Бүгінгі мекмініміз ұстаз Пәрваз ұйғыр ижрачылар бірләшмесінің рәйісінің орынбасары, шундақла дәрвишлер топының әзасы Раим ака Хамраев. Ассаламу алейкум, Раим ака. Алейкум ассалам, Мұрат. Қош кәпсіз. Сіздің көгінімізге бәк құрсәнтпіз. Әнде мұшы экран алды отаған әзіз тамашыларымыздан бір салынышып өткен басыңыз. Ассаламу алейкум, үрметік тамашыбыла. Әқиқат программысыға қош кәпсілі. Карантин пәйтләді ұзақ болыпты сіздің көмігініге. Бүгін көргенімізге бәк құрсәнтпіз, қошалбыз. Әнде экран алды отаған әзіз тамашыбылаға өзіңізіне біраз тоныштырып, қайда туғылғаныңызны, қайсы мектепте оқығаныңызны, яш чағыларыңызны етіп берген болсаңыз. Әмді толысығы білді ғой, қайтап десем болды. Мен өзім 1965 жылы Челек районы, бұрын Челек районы, азыр Инбекші Казахский, Байсет есі туылған 5 ноябрда. Скорпион. Чайындым да? Скорпион. Әшеді туғылып өстім. Байсет есін әміз яқшы білді азыр. О вақытта, о заманда Байсет есі ішкенші отделение Октябрьский сельский советники, яды ішкі езі баты, ішкісі бір олды. Чоң отделение, маяк первое отделение Байсет. Әміз тамақ етішлеттік. Основной еш тамақ емқатты. Азыр десек, азыр Байсетіні кафе, шашлык, обу, әмісі білді. Езам яқшы көріме, жүздім яқшы көріме, да айтсақ, 100% тұратқан тұрғылдар әміз ұйғырла. Арсыды қазақ достарымыз ба, бірақты ұла ұйғыр сөзі, мені үмкетуді ішкәсі. Шындақ честі сөз айтты. Сөзіңізге қошылма, әлбәтті Раим ака, ұйғыр нахиясы болсын, Панфилов нахиясы, әмгекші қазақ нахияларын қошқанда, әң мұшы ұйғырла зіш жайлашқан жұтының бірі, о азырқы пәйтті Байсет жұты. Байсет жұтыдың көпілеген ұстазылар шыққан, сәнәткарлар шыққан, өзімнің сөйімлік yazғычы, шайыр болған Абдымежит Дөләтов мұшы жұтынеке қаталышымыз. Аштақ. Шо. Әнде, Раим ака, сіз мектепті қанда балы болдыңыз? Кішкі вақтыды бағанны бері, қайсы мектепті оқыдыңыз? Әнде, мектеп болғанда, бізді Байсетті Смаятовнамдығы ұйғыр мектеп батты. О вақытта әнде совет вақтлада, менің аталарым русческого береді. Ашы енемізге 3 километр Октябрьский деген езді. Русчы мектеп бақ. Табақ совхоз. Табақ совхоз дейміз ғой, табақ совхоз. Школа имени Крупский. Азыр оның намы имени Мақатаева. Шу вақтыда біз служебный автобус батты. Мен яңғыз емес, біз 30-40 балдек ашу табақ совхозға беріп. Байсеттің аппарат. Аппарат дей. Совет вақтыда автобус береді. Әткелі мұшы мұның азырқы вақты Байсет өтсіған Ділмұрат кафе баг, ашын алды центрде. Мен ашының қолы 20 метр түрме. Маңа яқында. Әшек әмісі жылы келеді, әткелі етерімді автобус отағызып, мектепке аппарат дей. Әнде қандақ болдым, шоқ болдым. Әнде бірінші, ішкенші, үшінші, төртінші класста яма шоқ болдым мен. Шоқ шаттым, дерезілен чақаттым, атамам болған класста. Кейін шынан бесіліп қалдым. Шо, найты яқшы вақтыла, мектепті оқыған вақтыла, есім ойлап қоймыз. Әнде ала қышып тұрмыз, мектептің азыр мұдыры білән арылап неме қылды, әшеді немден шықырып қойыпты, әшеді біздің оқыған бала деп мен әшеді рәсім ес қойып тұпты. Әнде яқшы ол. Сөйімлік дәрісіңіз қайсы болды? Әнде сөйімлік дәрісім болса, математика. Математика? Математика болды, чүнки білмеймін, өзім ашынуға кіріп кеттім бұл. Біздің классный руководитель ұйғыр шыққан еді. Сынып етекшісі. Сынып етекшіміз, ашы біздің Потеряйка Валентин Николаевна, ашы дәрісін береді математика, геометрия, алгебра. Ашын оқаттым. Шу вақтыда мен қызықып,
Ашу не кеттім, олимпиадаларға қатынашымда нәтиже кеттім, әнде чоң бір орынлар еп кеттім. Бірақ та ашу математиканы жақсы білетім чо, әнде мындақ қарағанда. Шу оғлым азаштық математика. Оғлыңыз мyaxshi ko'radi. Ашу генлер кеткен қошайды. Qancha yoshda va qayerda birinchi qatim sahnaga chiqqan? Esingizdami, Rahim aka? Birinchi qatim sahnaga chiqqan paytingiz. Әнде бірінші қайтым сәхнеге шыққан пәйтім шу Хошалық ансамбльден акылырымыздан яда шу рахмәтик Меркал акам, Хашим акам, Насыров, яна яна тонидаған жігітлердің менің акылырым Айдин акам, яны азыр Крымға көшіп кеткен татарлар шу Валедин деген акымыз бар deyip. Ашлаудан штаба сақуызда бір 7 ноябрь праздник күні бұл. Ашайға біз шыққан. Менің адам батты, оны ақшетатты. Мәм ашылың бекокал. Ашы вақытын мәз есім келді. Мен бұмсы ойлаған қачан шыққан. Азыр есім тарсыл келді. Ашай білді шықып сәхнеге София Ратарының нақшын етқанбыз. Хошалық ансамбль біледі. Әнде өліқі мұндақ праздник қанда біз әр түрлі тыла дейті керек та. Әнде 7 ноябрь мәрі болған екен. Bir нәтшін ақшы етті. Ашылың ішінде бірісі аш 7-10-нан біз ашы мезгіл әдімізді етқан ақылырымыз музыкасын чепер. Уақытта живойға мен. Фонограмдыға ішті. Фонограмдыға yok. Şu ашы бірінші есім келді. Тойлығы шыққан мı o? Saz Andrit'de. Әлбәтте. Мен ашу даватым осы әміміз 6-7 класс қысылып келатты. Маш 6-7 классларда үйге апамы пул әкелетін. Toydu işler. Ашу біраз вақытла болып қалды. Ашу чоң составлен бір сәбептен барабанщик болма қалды. Акым Жакам Гулиев ол. Азыр мұны өргелей. Şu вақытта да акымыз, по-моему, Алматы көшіп кеткен му, аш бір сәбептен жоқ болып кеткен. Басеті жоқ. Şu вақытта да акам çalады, кейінірек акам оқыш түшіп армияға іп кетті му. Şu bir peytler o. Şu vaqtlarda men şu çoğun sastavlan toylağa çıkış buldum. Endi ular çıkıp жүрәтті. Endi men baraban çıvatkan ki aşlarla bilmem. Ben oylap bakanda 7-6 balası. Kiçikken oturdu, ayala oturdu. Mаңғы bir toy bir немді тамаша. Қосағын той қозылып ямбырны мен біз не керек? Беріп чепірсе şu нақшылан бұрынғы хитланы çalattık. Uyghurшы нақшылан ба, хайлық нақшылары. Endelikle СССР вақытке орысшы нақшылан ба, чәтәлінің нақшыларын ба ішчеді. Шын çıqаттық, ақырды чем беретті? Рубль. Уақылада рубль күштік нәрсе ғой. Ашы бір тойда ең аз дегенде 20-25 рубль алаттық. О, ліқі яқшы пұлды бірке. Бұрын жақада бір, әнде азыр күртой дейміз ғой. Күртой тойлау кәз әлік рубльден алаттық. Бұл яман жақ. Ашлан апам беретім. Апам мені мақтап кетті. Ой, оғылым менің ішлеп бізді бақылған оқшайды баштақ чақчақ қылады. Апам. Әнде Rahim aka, өзіңіздің айылыс тоғырсы да сәл тоқтылып өткен болсаңыз. Айылым болса, аялым ісімі Разиям. Ома әнде біздің мұшы сәнеткарлан ішчедін, Жүргенев институтты бүтіріп, Өнер академиясы. Актерлық профессиясын еліп, біраз уақыт ұйғыр театры ішілді. Кейін бір сәбеплен 90 жылы айықларлық қалам қауып іштен шығып кеткен. Шығып кетіп, кейін тұрмыс шықты. Азыр аста-аста өзінің бұрынғы ішіға қайтып келіш. Актерлық кәсіпіге. Өзім нақшы ет алайды, аваз яқшы, үйді біз кәшіреш нақшытық sayımız. Rahim aka, sizni burun bazalada kaset satатты, toylаны videoga tushiradi deb anglatdik. Biz endi vaqtida kichik qo'y. Shu rasmi aka, shu qandaq ishlarda ishilgan, shuni bir aytib bergan bo'lsangiz. Ras, men u yillarni hozir eslab shu yaxshi vaqtlar o'zimdan de bogатый bagaj opit degandek. Ras, shu kaset setib жүрген vaqtlarim esim bor. Qayda? Bazalada. Барахолкада. Бұған қызық ері, әнде мен уақытыда ар-клуб ансамблі ішілген уақытыда,
5 жылдарын татып аваз оператор болып олан ішлеген. Şu вақытта аштанның кассетасы шыққан. Şu кассет шыққанда бала бұны тақыш керек, халыққа жара болсын деп. Şu вақытта есім келіп, мен ашу бір жыл арқылықты кассетасы да, бір 20-30 таны еліп, мен базаға беріп бақай депші. Магнитофон еліп, қойып, Наргиз, Хазан Насреддин қарсам, қақылар үштіке өтеді. Шоны башлаган бизнес да бұл. Шуны ағайдың Fireplay студия ялады башқа кассета, Меладзе, российский. Ашланы жығым бұл кейін ойлап, әнді мұланы өзіміздің ұйғырчы музыкаларыны сатыш керек қыдап, шоңлан башқа бір балын тепіп, уақытыда лицензион деген кассет жоқ. 90 жылдары сапында китайский бір-екі жазылған кассетлер, ашылған жазылған ең әскісі, мұнда яқшарақ үспіті болса, Вега, башқа бір магнитофон жазған. Ашы бір орыс балын теп, талғарының ке, о аштақ ядын-биядын пультін езілған немлі бәкетші, ұйғырчы музыка. Шу, әнде ядын-биядын езіліп қалады ғой. Ашыныңғы мен беріп, дәп, 5 жылда менің жазылған магнитофон жоқ мен. Шу вақытта да ашыныңғы заказ топ, маған автобус бағасылап береді. Шу вақт қайыншыда есімде жоқ қой. 90 есімді ба? 90 рубль ма вақытта да? Тәңге вақытта? Тәңге. Мен 130 сатады. Ашының заказ қып, аштақ талғара телефон звонит қылып, заказ қоятым, кейін базада бір әдім башлағат, ашының евалатын да. Ол бал челекті база сатады. Мен база челекті чықып бір, бұл әртүрлік нәрселен сататым. Şu аштақ қылып, ашының немдерін езіп, пайд тепіп, кейін бір ішке ана магнитофон еліп яздыған, аштақ көпеп, кейін өзім яздыған бұл ашланычы. Аштақ Райым Рекерсінің бірінші чамдамлары құрылғыны şu вақты да. Şu әнде кейін уже айтқанда дәріш ансамбль пайда болды ғой. Яғын бәрім сетіп жүретім, потом дәріш ансамбль пайда болған кейін. Базада бір орныңыз баттым е? Мені, только мені. Қазір сатыды қылға, мантылан сетіп, мантығы мен аштағым алатым. Ол қызық, ғаз етіп бірме ғой. Şu вақты да ашы кассетлар шықты, мен дәрвешті құрғанден кейін ансамбль Адылжан официальный регистрация қыласаң болды, кейін шықырсы деп. Şu малайыз şu вақты ген жанба кепчі. Şu вақты официальный регистрация қып, мен уже официальный лицензионный сборникна шықырышқы башылдым. Кассетланы. Şu ona езіп тәйірлап қойма, ол бір әмгекті беріп, аптауы кассетліп, коробкаларын өйекіп, оны шықырып, езіп, қағаздарын ясап. Şu базаға әткен кетіме, сағат 10-11-ләді. Жүрігінім 2-3 сағат төт максимум кетті. Таза қызға бақ. Бұрын азырқында мүмәмәсті, бірақ хел батты, мұны мәселен, маяқтың yoqurun башысыға рахат болса, төбенді аралма. Ашылан әмісінде рәтілі менім чықаттым. Сумкамда кассета, бір қанды килограмм 15, магнитофон, мен алдым лоток, образеславлі, қанда кассетлі. Батарейкін салме, қойме, музыканы ваншты, мағамыз жырақтың көрді мені. Толысы ұйғырла, тунгала, тунгала ұйғырчы музыканы шайды. Да орысланба, әртүрлі кассеті бады. Şu мен кеватсам, қақыланың үзі қараймағу. Әмісі менің кеватын ағылап жырақтың күлдічі. Настроениңіз кәйпетін көтермеді. Ашланы көріп, үзем тегін көтіріліп кетмеді. Кейін мен кейін олаттым, арқыл қар шапкымдағы очки, весь черным, кожаны неме, түрім аштақта, броски. Ол мен жырақты көріп, райым кеваты деп, мені қақыла ені кәл түрлі параң сеп, мен олар обязательно, даже кассет керегім ұсып, ялатычы. Şu, мана мұш заманғычы бірлер донышларымы көріп қалсам, Исық кәмеді қалы, азыр бұл башқа ешлердің қалы. Райым біз тұрақында кәмейсі ағы деді. Базалаға. Кассетлы, қашан болған заманлы. Şu кассетланы 2000 нәчен жылғы саттым, кейін уже біз... Тойлар шықтыңыз үші? Рас ма? Видеолар үшіретіңіз м тойлар? Умы арлықты да. Шықшты бірлейіп маған. Потому что енді жан беқіш керек қой. 90 жылғы самый еғір вақтылы. Мен институттың тамамлап, диплом білен, инженер, радиотехник, әнді іш болмай, іш болды бірақ та, Uyghur театрда бір нәтші жыл ішілдім. Кім болды? Аваз операторы, өзімнің специальность білен. Кейін 92 жылы ерден шығып кеткен, біз алайта ішлейміз деп. Кейін мен өкін Артурын көдім, Артур деді ғой, грузчик болып. Мен грузчик ішілдім, Бөканды грузчик ішілдім.
парфюмерный галантерейный магазин аэропортында тамаша булып көрөт калат толсым тониды көсе. Эше ишлетти деп. Ошода эле грузчик иштелген. Андай образование багы грузчиктен мен көтөрүп, аш дуканда көтөрүлүп уже акырда заведующий отделом болгон. Арлыкта бухгалтердин курстарын бүтүрүп алдым. Вот. Şu ande onun aldı teatrda işledim. Etmedim. Şu vakta diskotekalar koyattım. Eter menin ömürüm aşı muzikаны öpçürüldü жүрді. Музыканы өпчөрсүз. Бірақ мені өзімнің музыкальный образование yok. Самоучка да мына айтқанда. Акамныңки бар. Сәнәт кәсібін оқымаған. Жоқ, башын бір кіші уақыт кетіп барады, ашы кружокқа беріп, үйгіндіп, барабанщик ударный çalды, аша үйгініп алған, әнде шу вақытла лайық çalатын да. Аштақ үйгенген, ашы постоянно ашы музыканы енді. Кейінгі жылада дискотека деген нәрсе пайда болды. Уақытта бізді ындақ сөз етті, танысы деді. Ашы ансамбль бавақты танысын ашы ансамбль живой çalады. Кейін біраз как раз қиырғы чалғада ансамбль временно распадаться кетті. Уақылада кейін яшылағы, чтобы бір беріп ойнадыған, тонышылаған, таныс ойнадыған болсын, дискотека. Магнитофон біздің езді ішкенші аған менде кассетін. Бірінші аған Хошнам Майдын акамныкі дейді. Ішкенші аған мен кассетін, электроника. Кассетный. Şu aşı magnetofondan televizor bilen gezilip müzikini yapırıp, әді уақытында запись алып. Aşı апырып клубта дискотека қойып бараттық. Кейін оны бізді тамақ іштедіған студентлар кірәтті. Оқушылар кірәтті. Біз байсет таба соғды. Әмі соп есалбақ кетті 6 лагер баты тұрдай одағы. Олағымы дасу керек қой қашқырлығы. Бұрын яғы ансамблі аратық, қошалық білен. Да айтқанда yazды biz әрбір қашқұрын ашақ барадық та, бізге ештім төлемәді, біз қошал. Мен кішек, ела чоң, олағанды башқа бірін беретін білмеймін, мен әшеге лагерға беріп қошал қылдым, қашқұрын әшек кегенде, ужин кегілады, ужин біздің аяқ әкіріп, ужин беретін. Котлета, я бірім явасы қошал кететін де, қосақ тойғызғышқа. Шықырып чеп рәттім. Кейін ола ансамблі кішінен сәл временно чешіліп кеткен, музыка, кассет, магнитофон, усилитель апырып, ұзақ уақыт қойдым. Это все на энтузиазме, ешқандай бір маған төлемейді. Өзім қызықып мүмкін. Әнде мұштың қазір тоқталсақ, Раймака, сіз ашы дискотека қойдым дедіңіз, тойлағы шықтым дедіңіз. Бірінші гонорарыңыз есіңізді ме? Гонорар дегенде әнде бірінші тапқан пұл не? Мұшы сәнәт жолында. Мәселен, дәурешілінен кейін асақ, біздің зарплатымыз $50, $100 дейді. Айыға. Шының үшін азуғашқа ашы кассет сетіп, башқы, мәселен, тойлағы шығып, башқы составты дұңғыратлан дәріпші емес, башқы сазандылар тойы шығып тапаттық. Кейін уже біз шынан яқшы пұтымыз тұрғаны кейін не болды. Кейін әбай суалыққа етмедім ғой, видео. Оны мен ашы кассет сетіп тен жығып, етмеген қаз келіп, камера алдым. Орақта мен көз қаршым башқыш жоқ, қазырлы қарап, тойлағы қарап, мен өзім камера алмастын тұрып, уже қандақ түсірушіне қайсы ракурс, қандақ. Уже мен бешімге атылап болдым да. Телевизор көсем башқыш қараттым мен. Қайқылар көмені ғанемлен көріп алаттым че. Шында өзімнің шындық теоретический подготовка қылып, кейін ашы кассетті пұл жығып, етмеген ян беріп, қаз келіп, бірінші камерамны алдым. Камерам ипмен ашы без раскачки қылшы. Бір өбелеғі беріп түшіріп уже мастер өкеттім да енді. Уақытыда әнді әмісі түшіреттік, уақыт білеміз қана түшіреттім. Плейн 5 қойды, түшәмей жүрді мастер. Мен да қыматтым. Әнде уақытыда монтажный стол болмаған кейін, мен кусочек уже бешімді музыка накладқадық еще ашы. Уже мен кусочка мандақ, ракурсты мандақ түшіріп, кейін оны музыка қойғанда, как будто монтирован материалды қалық қаш яқатты че. Алай бешін яндырып, аш кәшкіреш аш түшіреді ғой, поэтому у них там 3-4 кассеты получады. Менде бір, еқін кәтсе, бір ерім ішкі кассеты өкеді. Мәселен, күндізі. Шу уақытыда мана, Мұрат, $50 татып кен, $100-150 бір түшіретін шу уақыда. Это хорошие деньги были. Көйгеніңіз үшінші пұл береді. Даже очерт. Шу уақыда камера аз. Камера аз. Кейін мындақ стилбен түшірген бала аздым ғой мен. Тәйя монтаж. Мана мұз жігетлер отырады, түшіріп атылы ғой. Бұлар азыр башқы шығады. Шу уақыда аштақ. Шу уақытта ойлап бақ. Мен бір чақ балаларla сөзлескенде мен
4 в одном депчи өземне. Кандак дейди. Мен şu вакытта şu дериш курмаганда Дилмурат менен биз тууныш якында. Биздин группа батты. Аяда Мусакам, Инилдерлен, Кефекшев, Ашлален, улар ансыга бир тоо чыгаты. Мен бир вакытта чыгып камерден түшөгөндө Ашлал тоонушуп калдым. Кийин биз кооперация болдук. Давайте мен андилик административный, давайте мен азыр визиклан чыгарай. Мен тамадым болгон ишо. Унутуп калдым. Силер окшош тамады болгон. Хел тамады болдум. Палатканын астында. Тойлар вакытында. Городто вакытта. Неме, езде эмес, уже город туруп аткан. Шаярда. Шаярда мен столовыйларда мен нургун тамады болдум. Теги бир мунчалардан күлүп кетсе, тамаша булам күлүп кетти. Мен тамада еще снимаю тамада. Оле көрдүң башта тамада микрофонда камералар. Ашта болгон мен. Шоқта сіз тойын ейіп меңіп, камера түшіреттіңіз. Аштақ түшеген. Кейін уну аздап, кейін Дилмураттар кооперация бөліп, ашлардан білі нақшы етіп, кейін şu дискотек қойды. 4-4 в одном получается. Аштақ түшіреттік, бізді şu вақытта аштақ кооперация қып, вақытта дақ жоқтығы, каждый сам за себя же. Біз кооперативный услуги бергендек болды. То есть, маңғы звонит қылды. Әмінімлен білі барсыз. Видеосъемка, тамада, дискотека, ансамбль. Мели керек болса, бал ішкісі дутатан бір чалайды. Şu аштақ біз шыққандық. То есть, аштақ уақытла болған. Әнде, Раймака, сәнәт йолдығы әмінім қолыңыздың келдіке. Ян бір сауал, үйді әнде, тамақ ет аламсыз өзіңіз? Әземеден бір яқлақ кетіп қалса, өзіңіз тамақ етіп, өзіңіздің тамағын елілемсіз? Әнде, ындақланымы, біздің тамашылы көйенді, тамашы бұла интервью берген. Мен, айтқанда, Дәриш ансамбльда, нештатный повар. Гастроль бір елегі бағанда? Бағанда мен ашпес. Бұрындың бақты. Онда ол апам рахметтік мені 6-7 сыныпта оқыватқанда мені үйді өтетті. Әдем оқыш кеткен. Сыным кичек. Үйді қарышылық адам керек қой. Акам жоқ. Мен қаршап. Mesela үйді уборка қыса, поланы жүйіп өтетті маған. Şu әмсіз әкетмеді. Тамақланғанда үйтетті. Манты түгеш, чөшір түгеш, ләмән сүзіш. Азырын қалайсыз? Ләмәнне, мантылар. Без проблем. Әнде азырқын қымаймай қойында. Şu вақытта апам үйгет қойғанда, şu вақыттан кейін әнде 83 жылы үйден шығып кетіп мен. Алматыда оны алды Россияға беріп оқыш бақылған болма қалды. Айлмут қайтып, апшет тұдық. Квартира тұдық. Şu вақытта уже хочешь не хочешь повар кетсе. Şu вақыттан бері мен тамақны қалаймын. Бірінші қада үйде не кетсем, разем бүгін мен тамақ қылма деп не қоймай болды. Өзіңіз яқшы көрген тамағыңыз қайсы? Әң яқшы көрген тамағыңыз? Пюрешка болмайды, ұйғыр мені тамыр яқшы көрі, жүсей мант яқшы көрі, ама яқшы көрі, өпке есіп яма яқшы көрі, әміз дәвесім болды. Диеті чо, тұтамсыз? Әнді ішкімізгі баны етемін сора жүрсе ғой. Я, тұстымыз. Арлап периодически. Уже мұндақ есаплағанда... Сәкінгі чыққышларының алдыда бір ай бұрын дегендек ма? Әнді азыр мұш 21 жыл дереш слайд, өзем мұны азыр уже әлек бәштіні аштым. Мұш 15-20 жылың арасында нәтче вақытты диеті тұтқан. Сән ендегі бай съемка керек ме, ян керек ме, мұқан. Бірақта да мандақ қой диеті. Орықлайса, біразат ян толық қалса, аштақ мұқ барды. Аштақ әнде. Әнде біздің әліқі орыстеген конституцияда аштақ біз маштақ болшы біз керек деп че. Мәселен, бір мұстайды райымса орықсан райым емес. Ярашмайды деді. Әнде бір тараптың саламетлік керек қой. Барлық мана ең арақта мен кішінің диеті болдым. 3 килограмм ташлап, азыр спокойно, хорошо себя чувствую. Әнде әртүрлік убы, пасапуш, ағырқлабақ әрбірден. Поэтому, конечно, тұтыш керек. Сейчас больше ПП дейді ғой. Дұрыс тамақланыш. Дұрыс тамақланыш. Мәселен, ләңмен біздің әнде милли тамымыз болған кен, оны режі қылмыз. Мәселен, бүгін ләңмен қылды. 2 айының 3 айының үшчілі біркінші қайттым. Это как бы праздник, да? Азырақ не емес, авасыны мұндақ, чтобы не загружать, чтобы не вызывать никаких болезней. В этом плане маштақ. Әнді Раймака көплеген сәнәткарлар білді, тамашшылар білді. Сіз бір еңіліқлан чықырып тұлтыған Пәрваз KZ-ға,
Instagram'da bolsun, Facebook'ta bolsun, YouTube'da bolsun. Şunun qandaq ulgurisiz, ya sizin bir yardımçınız barmı? Ya andi бұндақ сойларны маған қойған, расын айтпасам hayran қалдым әмсе. Біз Пәрваз немесе бір команда, бір 5-6 адам екенде жүрді. 5 адам емес, мына 3 жылдан яңғыз өзім. Әмін қатқан мәкі есаплап бақтым, шу сайтлар білән, страничкалар білән әмсін есапласам, где-то 20 якынке. Инстаграмда 4 страничка маған. Контактта где-то 4, 3 сайт. Фейсбукта 4 страничка. Одноклассники страничка. Это аштан 20 кет бар ке, әнді яды әрбірсіге ең новость ақпарат шығарыш керек. Материал таярлаш керек, редактировать қылыш керек, конвертировать бұл. Әнді о іш әнді жәмиәтлік іші маңға яқылы. Бұның өзім бойны ғашылыққа Пәрваз құрғанды кейін атваған. Оның алдыдым мен ашта яқтың актив қылаттым ғой. Пәрваз құрылғанды кейін еще больше Javobgarlik. Да, ответственность пайда болды. Шуны әнді мен біздің характер аштық, бір ішіні бойным атвасам, қанчылық не қылса мен морлап, татлап бұсыма, өмлеп бұсыма аш ішіні қылышым керекті. Mesela мушкем geçen bana 12. жылы Пәрваз сайтını içip bir kıtım yapılmadı o. Mesela başka saytlar içilip men açkandan beri bana büyüşken geçen saytımız işlep durdu. Bu bir emgekte mesela bizning yaşlar Instagram, Facebook жүрді ғой. Bizning bıraktı основной şu saytımız parvaz.kz edim ашта yazılған ғой. Şu менің айтқанда hayatımdaki en чоң bir жәмиәтлік işim. И да, гордостьсам болды, потому что şu біздің parvaz.kz сайтыда яман нұрғын материал. Bu енді сайтым сақын портал сақын болды. Яды яман нұрғын материал үзәм жыққан біздің ижрачылар, музыкантлар бәген архивның немлері аштан жығып ішлеп атма, яны нұрғын материалдар бады, ашланы дұрыс қып чықырышқа. Ашын тырыш бұл енді біздің айтқанда тарихты қалдырған нәрсе, бұны жоғалтмаш керек. Әлбетте. Оның мәселен чықымы ба? Мушкенч ашын чықын үзәм. Енді суал қойай Раймака. Шуныңғы сізге пул беремді. Пулны төлемді сізге. Кім төлейді? Спонсор бар мı? Жоқ. Яқ, маз даватмаға. Мушны мушкенгече ашын үзәмнің бойын айтып кеватны. Әнде мұны өткен жылы татып, сіз алғансында добровольный взносы ярдәм депчі артистларның. Бір нәч артистлар ташлап бәді, онлар рахмет. Әнде ліқі әмін чықым депадыған үнчілік бұл емес. Аз ойлаватымыз, қанда қысақ болды. Шын үшін мұны башқы соцсетлерді әймәді ечіп, Инстаграмада азырақ-базырақ бір рекламла пайда болып қалса, оны қошал білмес. Бірақ та мұны сайтымызны шынчілік әмге қағанды кейін, яман тұрған материалда сақлап келіш керек. бұл сақлап келіп, біздің яшылаға, балаларға, балалардың балдырға қылдыған нәрсе материалда еді әмінім ба? Әнді әмінім 100% дәлемен, мәселен, Қазақстандық яшап атқан ұйғыр сәнеткарларымыздың большая часть материал ба да? Әнді 100 дәлемеме, где-то 60-70% ба. 30-40 етмедіғін, ян салыш керек. Отыр Азиядеки қарындашлар. Әнді айтқанда, толысы біз Қырғызстанның артистері ба, Өзбекстанда, вәтен қармайлық, вәтеннің еді өзінің етерлік сайтлы. Мұны мұшы Орта Азия, Европа, Америка сақ, бұл Пәрваздак сайт жоқ. Шу Hazır Raymaka şu vaqtida biz şu saytni saqlab kelishda sponsor ya bo'lmasa siz ya o'zingiz aytgandek добровольно ақчы бәмгелі болмаса епіл кетіш алды тұрамды. Шу аштақ ойла азырақ пайда болатыр, мұны азыр заман еғірішіп кетті ғой, мұны коронавирус деп азыр асында мұны 1 жыл болыпты, мұны ровно коронавирустың қып толысы біздің сәнеткарлар, сазенділі ішсіз қалды. Бұрмышла башқа ішлеп қатқалы яқшы. Бұрмышла ашы тоққаш өзінің нақш етіп, саз чиліп, ішлават қала ба, олағы яма еғіру кетті. Бізгі мұна іш жоқ. Бушкемгече юкоматтеға рұқсат бәмде. Армалашу, қачан мұшы пүтсе, чоң концертланы ечілса, официально ечілса, мәселен азым баны көретіміз Өзбекстан, Қырғызстанды, біз парансип кеттік, еді уже той төкелен рұқсат беріпті, ішлаватыды. Бізді әнді ойлаватымыз қачан бізгі береді, арманлап бұтырмызды. Концертлар болса, тамашы бұлан езді, қачан концертлар сиғынып кеттік, өкім Артур интервью бәді,
өткізімге концертін өткізіп жатсақ, яғни тәйя концерт программасы шундай яхшы. Ашларны өткізіп, әйді ұсыл ансамблі тәрліға концертлар бар, башқа артистер тәрліға концерт, ашларны әмісіне өткізіп жатсақ деп армалап жүрміз. Шу. Әнде спонсорларын тапмыз, бірініп қылмыз. Ойбаймын да, әнде оны әмелік ашымы үшін дәлемеймін де. Әлбәттә, Раймака ул сайтның біздің бүткіл қиырындаштарымыз қарап атқан бір Инстаграмды болсын, Ютубты болсын, яғни сайт өз болсын, епіліп кетішіге yol бермешіміз керек, әлбәттә. Раймака әнде мұны сәннәт yolыны қойып, hayatқа келейлі. Өмірді, hayatта сіз біріні қаттық рәнжіткен, азыр мұшкемгіче шуны өкінәмсіз. Әлбәттә, hayatта бір қытым әмес, бір нәтіш қытым, әрбір адамның hayatыда аштақ нәрселер болды кен. Әнді мен мұш ешім келіп, анализ қылып, бұл hayat қой. Hayatта әр түрлік нәрселер болды. Әр түрлік сынақла келді, бірсі дұрыс алды, бірсі дұрыс алмайды. Әлбәттә, hayatымда рәнжіткен адамда бар. Бірақ та өз вақты түшініп, бұны ішчімді мен өзімне мәйді сен дұрыс қымдың, мүмкінші болса кәчірім сорайылып, өзімге аштақ бір суалан қоймайыншы. Шыладың кәчірім сорап алдыңыз ма? Бір мұшырын сорап алдым, бір мұшыладың тегі көмегенті сорауым да, ау адамда может бияда емес, башық бір еді аштақ. Ба, бұл hayat. Әнде чоң бұған сері, андақ, мәселен, yol atмаш керек та, мәселен. Орыс дегенде, чем мудрее человек, тем он меньше совершает вот таких ошибок, чтобы кого-то обидеть. Әсілі, андақ ішла болмаш керек, но мұны hayat әртүрлік болғашқа. Түшенмегенліктім мұ, я башқа білмегенліктім мұ, аштақ бір ішла болып қалды hayatта. Әнде сізні рәнжіткен мұ? Hem siz şu рәнжіткен кішілеріні тез кәчіремсіз? Рәнжіткен сөз бұл, бір сөз ғой, еді әр түрлік немдер ба да? Yolları. Ба, бір адам бір ішіні қыса, дұрыс қымса, мәнбеген ішінен әлбәтті рәнжіп қаласыз, дұрыс қымғанға, оның сәуенемді, ашының біліп. Қой өзім қаттық өзімнен ұмқымайма. Tez keçiriydi. Tez yumuşap ketme, keçiritme. Orası деген sentimentallığın. Әнде, даватмаға мұны, ешім қарап азыр мен, әрбір адам бір дұрыс іш қымса, гүнах қойса, өзі жауап кен берді. Аяқта. Шының үшін біз оны әйіпләп, бұныңғы нем қып, нем керек ба? Әрбір адам өзі нормально болса, өзінің дұрыс қымғайын түшініп, өзіне қымдақ азырақ сұм жаз аламды, кәчірін сұрамды, аштақ қылды. Мен аштақ азыр қараймын. Бұл сөздеріңіз тоғыра, әрқандақ адам, әрқандақ инсан өзінің ясыған гунасы болсын, яқшылық іші болсын, өзі жауап беруді әлбәттір. Яны бір суал, ақырқы кетім қачан вә нем үшін жығылдыңыз? Өзім өбедекендегі жұмшақ адам. Отырып кино көретіп жығыла кетті ме? Әртүрлік сюжетлер бағу. Мұндақ кейін әртүрлік кинолар бағу. Или мұндақ документальный біріміне көстіп атса, новости, азыр яман иғыр заманы азыр. Әйді мұнда қопты, мәйді бірсіні кішік бала, әсілік ұшақ бала торғылса, мен 100% шыдамайсыз. Ешім шық кетеді шо. Мен аялым даже мені заңлы қылды. Ой, мұны башлапты енді. Астағы юмшақ мәдім. Поэтому азыр мана бұрна күміт нөгім жығылды ма? Азыр ешім шықты, бір немні көріп. Кино емес, еңлік кейін мұны азыр немді инстаграмды нұрғынлықы благотворительный бір ішла бағу. Ердем ағыратқан балла, чоң адамлы операцияға ямбірінің бірін кек, осыланы мәт шықырмағу. Ердем қып, бізден де подписчик чық болғашқа, ердем чық болғым. Оны бәрім мұндақ ішімді өткізші керек. Ішімді өткізіп, оны кейін чықырыш керек. Ішімді өткізгенде, обязательно ашанды
өзім атуған кейін Көңіліңіз бұзылып қалды. Әлбәттә, әрқандай инсанның азырқы азыр айтқанындай ақырғы пәйтлерде көплеген нұрғынлыған кішік балаларға ярдәм мұқтаж деп интернет тор бәтләрді көріміз. Улық Алла әмсі шипалық бәсін. Әнде Раймака милләтімізді дейді 100 тәңгең болғыча 100 достың болсын деп. Бірақ адамға жүрекке якын бір болмысы ішкі рас дос болды. Шындақ рас достарыңыз бар ма вә олар кім? Ба, әлбетте. Әрбір инсан әрбір өзінің hayatыда какой-то бір илінған уақытта достар болды әртүрлі. Мәселен, мектеп уақытта мында ағелдерім болды кейін сен чоңған оқыш бір рет жүрсең башқа ағелдер пайда болды, кейін іш кірсе еді башқа. Аштақ өткіліп тұрды ке. Дағы ойлсан жық қой. Әнде кейін уже бір яшық келіп уже бір еді жайлышы бір ішін қуатқан екен, еді уже башқа бір отношения. Мәселен, менің еқін ағелдерім дәрвиш ансамбль ішлеп атқан жігітлер. Еқін. Біз әнде бір айылдайық. Іш сырыңызды шулағы ет алайсыз. Да. Аштақ. Әнде еқін жан ағен деп келсек, азырқы күнде мен Ділмұрат. Меніңден 10 яш кішік болсы ма, біз еқін. Әнде мұшы бұрынғы дәрвиш ансамбль составтың қаған ішкіміз. Қағалар ең келді, кейін келді. Кейін біз ашу дәрвиш ансамбль құрылышының алдын 90-інші жыл 5 жыл біз тонышты. Ашу мен Uyghur театрда дискотек қойатқа вақты шуақ тонышмен де. Оқты Ділмұрат ең кеп колледж құшкен 8 сынып бітіп. Келетті. Саламыш атты, шуақ тонышып қалдық. Бірақ анша аралашмадық. Әші бұлың тұралады. Ойнамады, ешкімге таныс ойнамады, қызлардан вальс ойнамады. Просто тұрады. Жүгаш музыка тыңшапшы. Андай мәйге колледж үшті музыка, мәйді әр түрек музыка қоймыз. Арабияжный. Ошы кіріп, кейін мен сөйлескен, чоңар болғанда мен кіріп музыка тыңшатым еді. Шу вақтың таты біз арылшып кейін білділікі дәрвиш ансамбль құрылышын алдырдық. Тойлағы шыққа шу вақытта білді жүріп кейін біраз вақыт білді квартира тұдық. Алматыда. Квартира тұдық біз. Білі тұрып, ішкі бір индір ба ашлаудан білі туған. Шыншы еқылыш кәтіқті әнде. Арлығымыз 10 жыл бұсы ма? Қиырындаштек бұп кеткен ағинат. Шу азыр суал сағанда ең еқін жан ағинса әнді ашы Ділмұрат болады. Бірақ та ашта ағинына аштың еқін башқы балам жық. Әр заманды өз. Мәселен, біздің дәрвиш топ алайлық. Мәселен, біздің пәрваз ижрашылар бірләшім болдық. Әмісі маңға дос ағинлар. Нақышчылар, сазденділер, әмісі маңа сілер, мұны күшіратқан балалар. Әмісі маң ағин. Сіз тәнқид дейміз. Орысшылап айтқанда критика. Шу тәнқидні қобыл қыламсыз. Яғни қазіргі пәйтте Instagram, Facebook, YouTube'лада етіп өттік. Сіз шеді отырсыз. Шедегі бірінші пікірләні, комментарияланы сіз көрсіз. Шу тоғырлық немейтсіз. Сәнәткарланың вижданыға тегідіған ұятсыз пікірләні, әсіккі сөзләні көпінші сезіп қойды. Бірақ шуланың тор бетіге кірсіңіз, бірімі сөрті yok, итлерімі yok, ісімлері. Шуның немдейсіз? Тәнқид әлбетте болуш керек. Тәнқид болмаса yuqori көтілмейсе iştirip. Тәнқид бірақ дұрыс болуш керек. Мәселен, сіз деп кеткендек, аштақ бір әске сөзлер езіп қойса, өзінің страничка кіріп қарсыңыз рәсімі жоқ, итім езілмаған башқа бір езіп қойған. Әнде азыр яшылайды фейковый страница еді. О адам бір тараптың өзіне көзішкі қорқыды. Или аштақ әске мен езі үшін, мен тип амайдыға үшін аштақ қуатқында, мәселен.
Бірақ менде түшенемеген бірісі болушы мүмкін. Интернеттің батырлары да. Батырлары азыр аштақ бір пайда болдығы жігетлер. Ашы қайды бір қаламқан сөз талашып отқа әшек кірвеліп өзіңді көсі үшінші мәселен. Бірақ сөрті жоқ. Сөрті жоқ, қанды неме үшін білмейсіз. Неме үшін. Соның үшін мен мұны пәрваз Инстаграм страничка астақ, мен қарап жүрме, нәзір сеп жүрме. Астақ немелер пайда болмысын деп чө. Мен осы пәрваз Инстаграм страничка өзінің балысы қарған деп чө. Баламға әскі сөзлер кәмісін, башқы бір әскі балавлы арышып кетмісін дегендек, ашының пәплеп жүрменде қарап. Дұрыс болуш керек, ындақ немелер болмайшы керек. Башқы бір немелер кірсіңіз, ұйғырлар білән қырышып атқан. Бәрім еді очық страничка болған, егі башқы милетлер кіріп қарайды, көріп, ой, ұйғырлар бір-бірісін япып. Бәді гүна кімді? Гүна бірінші ашы бір-бірісі қырышып атқалан, бір, ішкенші ашы страничканы егсе. Астақ немде қарайшы керек қой. Бұры мұншыла, әтті ашыла өчәмейтке, әдем жық кірсін деп, көсін деп. Бәді мана бір нәтісі білен мен астақ езіп, яш баланы мен өчәк өзеттім. Түшендіріп че, бұнда бұлмайды. Түшенді мұшыла? Түшенді. Мен бірімні өземгі бір мандақ қылмедеп, әуланы дұрыс yol түшірмедеп, өзең бір, как сказать, тамашы бұла кәчіреді ғой. Uyghurcha, орыс, арзап сөзі шуатына, русша мектеп бітеген, бірақ тірі шуатына. Задание үшін, мәселен. Қысам, ашыны мен обязательно қылмайчу 100% почти. Мәселен, ашлаға кіріп, бала, мұны маны паланчы еді, сіләнің маштақ бұйды. Бұнда қарайш ұйчырың ма? Біздің милетіміз бұнда ярашмайды, біздің менталитет бұнда қамас деп. Кейін ашу әскі немелен yazған ашлан отдельно өздірілген личкісіға езіп, ола білән өзімнің уақытымны бөліп, ашланы мен кейін раймақа кәчіретін мен дұрыс ойламапны деп, маштақ еңгендерін алмен деп, айтқанда. Өзім құшып кетме, мана бір нәчін әдемні мен дұрыс yol сеп қойдым, дұрыс түшендірілген, дұрыс тәнкет қылдаған үгіт қойдым, мен өзім құшып кетме үшін. Аштақ қылыш керек, әрдайым, әміз аштақ қылышымыз керек. Біз әнді мұшы сәнет шешлеп атқан екен, носители культуры орыз дегенде, біз тарапын бірінші болыш керек, біз образцов болышымыз керек та, мәселен. Біз өзіміз дұрыс көрсетіміз ақ уақытты ғой. Раймака, бая ол суалын етіп өттік, әмеге қанақ үлгірісіз деп. Сіздің күніге 24 сағатының қанша сағаты интернетке кетеді? Яғни компьютер, тор бәтілерге әмсеге. Әндігі азыр мұны карантин болғаш қаз біз анша мешай шықмаймыз ғой. Ограничениялар ба. Бірақта маңғы бір особы бір айтқанда карантин алды да азыр мұндақ аншым жоқ. Өйді мен тұрмам ма, қанша тұсам ма, чай ішіп, кіргетіне компьютер ядыры ішлейме. Арлықта ішлерім ба, бір бер келіш керек, мәселен студия балыға ішу яғы беріп, баламны оқыш апырдыған білімлері ба, ян білімлері ба, ұланы қылме, бірақ қайтып кіргенде яны ашай. Әтеген тұрып компьютерден отырма, арықтен еветсақ, қашқылан отырым әшер тұрып ятменде. Кәш ятмен, енді айтқанда, азыр. Бұрын яма кәш етіп, азыр мен әтері ятқан болдым. Ең көпі кәтсі бір саат біргіче отырма, бұрын 3-4 отыраттым. Şu әнді әбәқіме дегенде торы бетлері, страничкалы әмсіге ақпарат салыш керек, башқа материалын тарлаш керек, текстін тастарлай қылыш керек, редактировать қылыш керек, ішлерін заниматься қылма. Бұл әнді жәмиет ішкімді айтқанда. Мына қарсам, бұл өзім қымсам кім қылды? Ярдәмшілім мұшы вақытта азыр жоқ, пайда болып қала. Әнскімді бір түр әдемлер бар ғой, өзім қылма деп. Мен ашланы бір соқшайма. Ешкімді әмірет қойды қалды. Әмірім өзім қылма дейсіз ғой. Әнді бұл атыдан бәрбір ма, яш өсіп атыды. Чоң болған сері бір тәрләш керек, бар бір жігітлі. Кімге ярдам қыған, совет бәген, ашла біле аста-аста нем қып, бұл ішіне ашлаға аста yolап беріш керек, потихоньку. Бана Раймака сізге бүткіл сәнәткарлар намыдың, ұйғыр халқы намыдың мінәттарбыз, чүнки хақсыз, ешкім сізге пұл төлмейді, бірақ сіз шу ішіне епкет барсыз. Көптен көп рахмет сізге. Әнде Раймака, бұрын сіздің Райм Рекордс деп етіп өттіңіз ғой, кассетлан шықыраттыңыз.
дискларымы чыкты кейинирээк. Дервишлер тобунун кинолору чыккан. Азыркы санаткарлар, яш санаткарлар немишкиду альбом, толук альбомларын чыгармай атыды. Hem Rhyme Records азыркы пейтте бамы? Дұрыс, Мұрат, бұрын нұрғын чықараттық. Кассетті, диск, киноланы, VCD, CD, DVD. Кейін әнді мұны заман чапсан өзгеріп атыды ғой. Осы интернет, технология тараптан өзгеріп атыды. Азыр мәселен бұрынғы диск, компакт диск, кассетлан базасы уже мына айтқанда жоқап кетті. Аз қалды. Мәселен, біздің мұны чоң дүкаларымыз бар, меломан деген. Аслан илім. Азыл меломан кірсіңіз, бұлында бір еді ба, дисклар, нақшылардан. Әнде киноларныкі жықарақ, амдақ мәселен музыканы асақ, мәселен альбом. Дақылы, ішкенше дажымдақ мұны Google-діке дүкіні кірсіңіз, азырақлы ба. Бұрын bütün dükkan aşını sattı. Hazır ola başka ne sattı? Kitaplarını, oyuncaklarını, her türlü ne sattı? Yani köpekçisi internet koydu. Hazır zamanda hazır bunu sıfırlı площадка deydi. Aşağı ötüp etti. Aşağıda çıktı albomlarını. Yadı kandak. Yadı maşu mesela dükkan kırıp kampanya setip alsın ko. Yadı mı şu aşağı sıfırlı площадка kırıp ben bilmem kança bağısı. Aşağıda internet арқылы кашқа төлеп, ашу альбомны өзіңіз көшіріп алсыз. Аштақ. Бұрынғыдай та, азыр едімашы обложканы ясап, тешіні дизайн қылып, аштақ чықырдығым кеттік. Мәселен, біз бірақта да ақырқы альбомымыз «Это красиво» деген, біз бәрі-бір CD чықырып, оны сатырға ек қой, тақтымыз. Раймака, бұл суалны әнде biz Artur akamға mı қойған, сізге мы қойайлы, чүнки сілер о біздің яш сәнәткарларның ұстазлары, өз аңларның пікірлеріңларны, өз аңларның яқшы ылық сөзлеріңларның, гәплеріңларны яш сәнәткарларға итсаңлар болды. Азырқы сәнәткарлар, яш сәнәткарлар сіздің көңіліңіздің чықып атамды. Нақшы езіші, клипларын түшіріші, алғы қарап меңіші. Ұйқыдым ба, бұйқыдым ба дегендегі що? Еқуат қалам ба? Яқмайуат қалам. Яқмайуат қалам, әнде, общымда, біз итмаймыз ғой. Қошал қуатқан біздің ижрачылар, сәнәткарлар ба? Мәселен, ізденіште, ең нақшыларын чықырып, видеоларын түшіріп қуатқан да қарсақ саналық. Саналық, өнәтшісі бар сияқты болды. Яш сәнәткарлар. Яш, азырқы мұны, мұны біздің Инстаграм страничка кіріп көгілі болды, мәселен. Кім деседі бірінмен қып ішлап атыды. Башқы бұрын мұншылары ба, олар бұрын бірінмен қылатты, азыр олар жым болып кетті. Мұны азырқы еғір заманғы кеп тақышып қалды ма? Еғір ғой, мәселен, ең нақшы шыққанмақ, ең видеочы бұл шықым, еғіріп кетті. Бірақта да бұрын қарғанда, мәселен, Пәрваздың 13 жыл құрдық ма, шу уақытларда аз, айтқанда, мәселен, видео, версия, клип аз түшіретті. Бір тал, ішік тал. Бізді амайлық, Дилназды амайлық, ебетайлық. Кейін мұны техника развивация қылып, видео түшірдіға асап, әзен болып, студиялар пайда болып, нұрғын балла толысы клипларын түшірішкі башылды. Бұныңғы біз әміз көвачы. Ішчеді яқшы сүпәтлік түшегелен ба, бір еді танкетайдыған елірім ба, әр түрлік. Соның үшін мән мұшы тірші бірін қатқалы балығы мен қошал. Оланы ішчі қарсақ, тіршіп іші алатқаланы ішчі қарсақ, едімі ішчіде оны бөліш керекті. Бәдегенде нақшына үспіті. Текст қандақ, музыкс, аранжировка. Едімі өзінің бір немдер бағында, мәселен, біздің тамашы білін, сезімісі әмдақ. Білдіған дәмді. Сәнәткарлар. Да, сәнәткарлар білді қандақ. Ома пулық бағылықта, бірақ пулық бағылық бұсы ма,
әрбір өзіге суал қылып мен нақышшымы яки мындақ бір любителім деп қылыш керек та, мен нақышшы болсам мындақ тілшім ішлешім керек, сүпіті чоң продукция чықырыш керек та, әсілі мәселе. Әрбір нақшы продукт еді. Әнде маң қазір сәл яқмайдыған ері яман нұрғын каверлы болып кетіп барды. Сәбәп Yani авторлық нақшылар аз болып отыр. Шу, дұрыс. Әнде каверімі болсын, ол яман емес, хәлі қияқыды. Әнде, мәселен, каверінің өзінің біліқі yolu бады, авторлық оқықы, әртүрлік нәрселер бар. Мәселен, бірісінің нақшы етіш үшін, автордың рұқсат еріш керек. Рұқсат еріш керек, мәселен. Әнде бірінші ақада оның біліқі мүмкіншілігі жоқ та, жырақ бір ет болса. Әнде біздің асылым кавер қатқаны шу, мәселен, вәтендікі біздің достарымыздың нақшылы бұл сонда. Ядын әнде азыр ала қылыш ба. Толыс бір мұштыр рұқсат еп қылды. Бірақты бұныңдан яман не кетмеш керек. Бұның кәйінді мен кетмеш керек. Өзінің әрбір нақшычы мән нақшы деген өзінің нақшыны өз язмыс ма, өз езілған нақшы чықырш керек та. Әрбір исполнитель өзінің репертуары болуш керек. Ашының репертуар қап, тониш керек та, мәселен, мұның нақшыны паланчысы етеді. Каверім болуш керек, но оны yolu ба, дұрыс yolu ба да, мәселен. Шу аштақ бір менің пікірлерім бар, мәселен. Кейін кавер оғанда, даже бірісінің нақшы етқаны кейін, кім yazған оны ашылан әмісін біліш керек та, бірісінің етқан. Бұрмышты білмедім, өзім іздеп тапмын. Авторский права деген ба, бәрім есіп қойш керек та. Мәселен, башқы чәт мемлекетінің бір нақшы болса, ұйғыр текст визатқаныз бәрім елан ешіш керек. Кім чыққан бұл нақшыны? Ашы дұрыс болды. Башқы бірлер көріп, о, мадақ қылыш керек, дорайды, ашы дұрыс. Әрбір, мәселен, нақшы болсын, видео болсын, шер болсын, монолог болсын, миниатюра болсын, менің правила дейміз ғой, обязательно указание авторов. Кім аш нақшын yazды, текстін yazды, нақшын yazды, аражүрек қылды, әміс ежіш керек. Çünkü o уланың әмгеге. Дұрыс. Bir naqshni yazish uchun bir necha odamning əməyi başladı. Məsələn, tamaşa bu yaqıdı. Məyli muğluq naqşı bolsun, məyli uslu naqşı bolsun, va alametke deb qıldı. Oylamaydı. Məsələn, bir setdi. Əsli bu yaxdan mədəniyyətni yuqarı көтөрүш керек. Bilish керек, kim yazgan. Məsələn, sizge məsələn teksti ya yıqağımız şundaq içinde məzmunu çoğunqur bakırıb Біліш керек, кім yazды. Мұны жігіт, бұя қыз болса, мандақ yazды ке, бұл найт яқшы текст жаздыға әдем ке. Мәселен, музыкс кім yazған, музык шындақ, екеміне құлаққа яқшы аңылды ке деп, кім yazған, ашыланды біліш керек. Ашыланды мен мұш авторский нем кәгенде, мен яман бұныңға жық нәзір салынады. Балады сорайым, автордан езілген. Башқы бір страничка болса, yazмысын ба, олақ кіші кіріп, бала, мұдақ болмайды. Ең оған мұшы біздің Қазақстан яшатқа ұйғырланың музыкасы нақшылып езілға ісімдерін, ұланың атығы шықсын. Кем музыкасын yazды, кем сөзін yazды. Ұлама ашу әмген қошқан. Бір мұнша yazды, дақы езіп қойды ғой. Сұлық нақшы деп. Кем етіп атыды, кем yazған вообще. Ұлағым мен замечание қылмын. Мүмкіншілігім болса, ұлақ бала езіп қоймай. Бала езім ғой. Білмесала, мені сұраңла. Мен 100% білмесем ме, етпірмем. Нақшының етіп атқан әдебінің ісміне группа бұсы группа, нақшы музыкасын yazған, немсі yazған, без разницы, кавер му, кавер емес му. Үш уақытты дұрыс болды. Дұрыс. Рахмет Райым ака, толық түшінішілік бір жауап бердіңіз. Әнде бір жыл болды, бүткіл әлемне, ер yüzіне, мұны коронавирус деген ағырық қапылды. Әнде Алла бұйырса, Қазақстанда мұшы карантин ешілғанда бірінші планыңыз, яғни мәқсітіңіз, арманыңыз, ойыңыз не ме? Оны айтты бір әміз кетіп атқан қойдыңыз. Әміз ашы торы ойлап атмыз. Бір жыл мана мұшы режимді яшап, хел ойлағы түшіп, бешімізді хел бір өзгірешлер болды, көз қаршымыз әртүрлік бір аятқа,
өзгерішлер жық болды. Өзгеріш болмағандан қамдығы да дүния жүзді. Дүния жүзді әмсі тегді бұл. Мұшы карантин бітсе, бұрынғы өзіміздің hayatımыз қайтып келсек, өзіміздің ішімізді кірішсек, мұны той төкімді башылынса, біздің санаткарлар, нақшы ижрачылар жерлерде ішілсе, қызметті болса, кейін мұны концертлар ұйыштырыш башылынса, халық сегініп кетті концерт. Мұны өткізген концерттен өткізіп етсек арман. Бірінші яғаран ақшамын өткізіп алсақ Артур Продакшн ки. Тая программда бір күн қалғанды ма, 2 күн қалғанды? 2 күн қалғанды. 2 күн қалғанды, әнде біз әміміз есімізді бау. Илан бәді. Маштақ телефон арқылы сөзші, бай, мала неміндегілер мандақты деп болды деп. Кейін тарсыл тоқтатты. Шу тоқтатты, пәйті біз қана ойлаған. Бопты бір айды екен болсы деп. Мана бір жыл болды. Şu vaxtda biz aşağı ойлаған ғой. Мәйлім, бір айдық болса, бір ай, 2 ай болды. Мәйлім, ең жығып кетсе, майға için майда өткізетіміз деп. Bir жылдың ошы ішіп кетті да мана. Нұрғын тамашын бұла yazdı ғой. Буламды. Өкін Артурға етіп кетті, мен қосылып, ян бір қетім дәветей. Өрмәттік тамашы бұла, мұшы концерт болды депчі. Мәселен, ағам билетлі әмсе жиыны ба, құдайын бірсі мұшы карантинлар бітіп кетсе, çoğun bolğan konsert. Çünkü aşı studentlar sarayı işlep atqan adamlar, başlıqlar hamısı, aşı texnik işlep atqanlar hamısı bədi begen muşunu ötküzümüz dep. Çünkü vaqtida aşı konsertlar 2 gün qalğanda pullar tölünüp bolğan, aşı pullan ular işleyiş gerek. Çoğun boldu konsert. Әлбәттә, Раймака, сіз айтқандек, карантин ешіліп, яғни бүткіл концертlerimiz аста-аста башланса, гүл үстіге гүл, нұр үстіге нұр, той үстіге той болды. Әнде сөкіптіңізге, Раймака, көптен көп рахмет. Бүгінге бізді көріп атқан тамашы бұлла. Сіз тоғырлық білмейдіған, көплеген бір қызық вақияләні Yetkizip ettiğandı mı? Yetkizip тұрып етіп бәдіңіз. Әмісіге қызық болды. Қайды тоғылғыныңыз, қандақ ішла білән шоғыланғыныңыз не? Тойлады бая еттіңіз. Тамада, оператор, нақшычы болдым деп. Әмісіге көптен көп рахмет. Әқиқатын етқіңізге рахмет. Сізге машыңыз құттық. Рахмет. Саламәтлік, яқшылық. Қошалықларды көрішке Алла несіп қысын. Әнде біздің тамашыбыларымызға өзіңіздің ылық бір сөзіңізді етіп өткен болсыңыз. Мұрат, сізге рахмет. Тілеклеге әнде біздің тамашыбыларға емдейме. Әммаларға саламәтлік тілейме. Бүгін күнде ең қымет нәрсе саламәтлігіміз болады. Карантинлар бүтіп кетсін. Ашу арзу арманлар етіңлар. Осы өткен жыл қыламыға ішла келешекте әміз орылсын, әммалар аман болыңлар. Әнде, үрметлік әзіз тамашы бұла, Раймакымыз сәл хижалет болып отыды, мен рус сөзілдім, қиырындашларымыз, тамашы бұларымыз немі деп қала деп. Раймакымыз бешіл етқандек рус мәктебіде оқыпты. Мана мұшы кәмгіче, ұйғырче, яқшы сөзләп кеп отыды. Үгін отма? Үгін отсыз, әм яқшы сөзлі отсыз. Бірақ бәз бір әледі русчы қошып қойды. Еш бір... Çünkü mındaq sözlegende, мәдени sözlegende немесі бады, фәрқысы. Дұрыс жеткізіш телепередача болғанды кен, бір мұнчайда ашы русчы сөзлерден пайдаландым, әнде бұныңға мен тамашы бұла кәчірді. Хатыржан болуң, сізді халқымыз сөйді, яқшы көрді, әм кәчірді. Сөйіптіңізге рахмет. Hürmetli әзіз тамашы бұлла, сілер білен бүгін болған мен, Мұрат Айсаров, ян еніп көрішкіше, сақ саламет, аман болайлы.